Кеше 8 май 2025 жылы сағат 4-те Қазақстан халқының ассамблеясы Кентау қаласының бастығы Бақыт Жамырзаға звондадым. Апрель айында 25-інде айтқан, бір апта бер, бір аптада сен вопросыңды шешіп берем. Сосын егер шешілмесе президент Қасым Тоқаевқа жаза бересің деген. Мен айттым, бір апта емес, 2 апта сізге сұрық берейін, сіз запрос қылып бәрін ответ алыңыз, 2 аптада келеді деп. Сонда кеше звондасам сағат 4-те. Мен Шымкентте жүрмін. Сіздің неңізді трудовой инспектормен сөйлесіп жатырмын деді. Мен айттым, мен оның бәрін өтіп болғанмын. Одан толық жоқ деп. Сондақсам, ол сізге жақсы адвокат керек дейді. Мен айттым, адвокат $5000 сұрап жатыр дедім. Сондақсам, жоқ, ондай адвокат керек жоқ. Мен қазір Шымкентте жүрмін. Ендігі апта Астанаға барам. 17 майда Кентау қаласында болам деді. Сонда хабарласыңыз деді. Осындай ғой. Любой бастыққа бар, қабылдамай сұру, то аяқта жүреді, то мынаяқта жүреді. Дармовой өкіметтің ақшасын алып жатыр бұлар. Мен барған жерде айтып жатырмын. Бармағандар сөз тигім келмейді. Парламентте. Бірінші парламентте депутат Платоновқа барған. Бір апта жүрдім. Қабылдауын кіру үшін. Любой бастыққа барсаңыз, сондай қабылдамай сразу. То аяқта жүр, то мынаяқта жүр. Уақытында Түркістан облысының инспекторының начальнигімен де сондай болған. Басқа жерінде сразу я прокурор, я антикорым бастығы қабылдамайды бізді, қабылдамайды. Әшейін әртөгір ертең кел, бұл күнде білмеген сонда жүр, уақыт өтеді. Мен сондай. Оғанда айтқам, Қабденовның приемында болғам деп. Сондақсам, сондай деді. Және 2 апта болды. Ендігі апта, және 1 апта өсіп, 3 апта болады. Болмаса қазір нең вақыттың несін алып қойғам мен. Астана қаласының ассамблеясының несін телефоны звондамай өзім. Мына жерде номері бар, алып жазып қойғам мен. Мына жерде жазып қойғапты. Күтіп отырмын жаңа Бақытжан Мырзаның телефон 871 72 74 12 21. Республика Казахстан, Астана қаласы, улица Сағанақ 47, Ассамблея народов Казахстана деп жазып қойыпты міне. Номері бар. Звондамай отырмыз. Сол Бақытжан Мырза шешіп берсін, шешіп бермесе звондаймыз деп отырмыз. Көреміз енді. Осындай ғой міне. Осында вақыт өтіп жатыр. Осында міне 15 жыл өтті.